Қанекей, бірінші сұрақ. Қай жануар ең жылдам болып саналады? Дұрыс, гепард. Қай жануар тұрып ұйықтай алады? Жылқы. Қай жануардың құлағы ең үлкен болып саналады? Жауабы піл. Қай жануар ең кішкентай құс болып саналады? Колибри. Қай жануар суда жүзе алады? Пингвин. Қай жануар 200 жыл өмір сүреді? Тасбақа. Қай жануарда 3 жүрек? Сегіз аяқ. Қай жануар күніне 20 сағат ұйықтайды? Коала. Қайсысы бал шығарады? Дұрыс, ара бал шығарады. Қайсысында 10 аяқ? Жауабы краб. Мына жерде қайсысының өкпесі бар? Дұрыс, дельфин өкпесімен демалады. Қайсысы 3 жылға ұйқыға кетеді? Үш жылға ұйқыға ұлу кетеді. Қайсысы ең баяу? Ұлу. Қай жануардың бойы ең ұзын болып саналады? Жираф. Қай жануар ең ақылды? Дельфин. Қайсысы ең үлкен балық? Кит тәріздес акула. Қайсысы адамның жан досы болып саналады? Ит. Қай жануар түнде жақсы көреді? Үкі. Көк кит ең ауыр жануар болып саналады. Қай жануардың тісі бар?
Олу. Қайсысы ең үлкен құс болып саналады? Страус. Қайсысы су астында көбірек жүреді? Сусыйыр. Қайсысы ақылдырақ? Папугай ақылдырақ. Қайсысы аң патшасы болып саналады? Арыстан. Қайсысының ескеу қабілеті жақсы? Ит. Қайсысы теңіз ішіндегі ең жыртқыш жануар? Касатка. Қайсысы түсін өзгерте алады? Хамелеон. Қай жануарда жүрек жоқ? Теңіз жұлдызы. Қай жануардың көзі жақсы көреді? Бүркіт. Қайсысы секіре алмайды? Дұрыс, піл секіре алмайды.